Ассалаумағалейкум достар. Артымызда тұрған көліктердің бәрін бүгін түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз шығарылымды бастық. Гранта желі шыққапты. Абайдың 175 жылдығына арналған көлік қой. 2020 жылғы 6200 ғана километр жүрген, қозғалыш көлемі 1,6, механикада бағасы 4 миллион теңге. Алдыңғы жетекті. Toyota Camry 30. Toyota Camry 30 жасыл түсті, титанды диск. Жалпы артында тонер жоқ. Іші велюрдан жасалған. Жалпы бұл бізде американский. Жоқ, араб, қателеспесем, арабтық сборка 2002 жылғы 267 мың километр жүрген, 2,4 қозғалыш көлемі, автомат, бағасы 3 миллион 950 мың теңге. Седан шанағында. Мынау көлікті алып жатыр, қарап жатыр. Келесі бізде Hyundai Accent. Сұр түсті, титанды диск, ескірген, біраз болған қойғанына. Ал, іші матадан жасалған. 2013 жылғы 213 мың километр жүрген, қозғалыш көлемі 1,6 механика, бағасы 3 миллион 700 мың теңге. Механикадағы көлік. Қара сұр түсті, 2014 немесе 2015 жылғы көлік. Hyundai Accent 2014 жылғы екен. Жалпы іші матадан жасалған, 58.500 километр жүрген, қозғалыш көлемі 1,6 автомат, бағасы 4 миллион 800 мың теңге. Яғни 4 миллион 800 мың хэтчбэк кузовында, шанағында. Жалпы қараған кезде алдыңғы Hyundai Accent'тен 1 миллион 100 мың разница беріп тұр. Toyota Corolla. Toyota Corolla титанды дисктер, летний баллондар. Көлік 2017 жылғы 83 мың километр жүрген. Қозғалыш көлемі 1,6 автомат, бағасы 7 миллион 150 мың теңге екен. Volkswagen Polo. Қою қоңғыр түсті. Бетіне кигізілген, қалпақ кигізілген, іші матадан жасалған. Көлік 2017 жылғы 91 мың километр жүрген, қозғалыш көлемі 1,6 автомат, бағасы 5,5 миллион теңге. Седан шанағында. Баллондарын жаңартып, тазалап жуып қойыпты. Келесі бізде Kia Rio. Бетіне қалпақ кигізілген, жалпы қызыл түсті, қыздарға жақсы кетеді. Ішіндегі полигі да қызыл түсті жасалған екен. Жалпы іші матадан жасалған. Көліктің 2013 жылғы 196 мың километр жүрген. Қозғалыш көлемі 1,6 автомат, бағасы 4 миллион теңге. Яғни бензинмен жүреді. Седан кузовында. Hyundai Elantra. Титанды дисктер. Жалпы көліктің іші былғардан жасалған. Көлік 2016 жылы 98 мың километр жүрген, қозғалыш көлемі 1,6 автомат, бағасы 6,5 миллион теңге. Алдыңғы жетекті, седан шанағында. 6,5 миллион. Алдындағы терезелер сынған еще. Кішкене қымбаттау сияқты 6,5 миллион деген. Мынау астында тиген екен, астылары тиген, сырылған. Төмен ғой себебі көліктің асты. Volkswagen Polo ақ түсті. Іші былғардан жасалмаған, іші матадан жасалған. 2016 жылғы 100 мың километр жүрген, қозғалыш көлемі 1,6 механикада, бағасы 4 миллион 390 мың теңге. Алдыңғы жетекті, седан шанағында. Всесезонка баллондар орнатылған.
мынаны қараңыздар. Toyota Land Cruiser 200 титанда дисктер, аяқ қойғыштары бар. Кішкене мына краскілер кеткен екен, сондықтан ақ болып қалған ғой. Көлік 2013 жылға 113.600 км жүрген, қозғалыштың көлемі 4.6, автомат, бағасы 20.500.000 теңге. Толық жетекті, іші былғардан жасалған, іші терезесі ашық болып кеткен, тополиный пух жары июнь болып отыр ғой Астанада. Анау пухтардың бәрі кіріп кеткен ғой терезеден ішіне. Сондықтан таза емес болып жатыр. Жалпы сыртынан ешқандай ақаулық көріп тұрған жоқпын. Тағы да бір крузак 200-дік. Титанды диск, баллондары қарайтылған, үстінде люгі бар, іші ақ түсті. Былғардан жасалған, көлік 2012 жылға 130.500 км жүрген. Қозғалыштың көлемі 4.6 автомат, бағасы 21.500.000 теңге. Осы шанағы маған өте қатты осы 200-дік крузактың. Келесі бізде Mitsubishi Титанды диск Mitsubishi Outlander 2018 жылға 91.000 км жүрген, қозғалыштың көлемі 2.0 автомат, іші былғардан жасалмаған, іші матадан жасалған, 4 полный привод, яғни толық жетекті, бағасы 9,5 миллион теңге. Toyota Highlander көк түсті, титанды дисктер, жалпы көлікті үстінде люгі бар, іші былғардан жасалған көлік. Көлік 2013 жылға 240.000 км жүрген, қозғалыштың көлемі 3.5 автомат, бағасы 12 миллион теңге. Толық жетекті көлік. Toyota RAV4. Бордовый цветпен қоңыр түсті араластырған кездегі түс шыққан ғой. Не қоңыр емес, не қызыл емес. Іші матадан жасалған. Жалпы көлік 2017 жылғы 143.000 км жүрген, қозғалыштың көлемі 2.0 автомат. Толық жетекті, бағасы 11.300.000 теңге. Subaru Forester. Ақ түсті, титанды диск. Жалпы көліктің үстінде рейлингтары бар, іші былғардан жасалған. Көлік 2019 жылға 35.000 км жүрген екен, қозғалыштың көлемі 2.0 автомат, толық жетекті, бағасы 13.500.000 теңге. Hyundai Tucson. Қатарынан 2 Tucson тұр екен, біріншісі сұр, яғни осысы. Іші матадан жасалған, көлік 2018 жылға 45.000 ғана км жүрген. Қозғалыштың көлемі 2.0 автомат, бағасы 11.100.000, толық жетекті. 11.100.000. Ақ түсті Tucson. Көлік титанды дисктерден жасалған, дисктер тұр. Жалпы көлік 2019 жылға 40.000 км жүрген, қозғалыштың көлемі 2.0 автомат, бағасы 11.600.000. Яғни алдыңғысына қарағанда 500.000 теңге разница сұрына қарағанда. Peugeot. Титанды дисктер орнатылған, көліктің үстінде рейлингтары бар, бетіне чехол кигізілген ішінде. Peugeot 2016 жылға 63.500 км жүрген, қозғалыштың көлемі 1.6 автомат, бағасы 5.600.000 теңге. Іші салоны матадан жасалған, бензинмен жүреді, алдыңғы жетекті.
шанағы мындай арқасы универсал. Toyota Camry 70. Toyota Camry 70 титанды дисктерде орнатылған. Көлік іші болғардан жасалған, жақсы жағдайда. 2019 жылы 20 000 км жүрген. Қозғаушы көлемі 2.5, автомат, бағасы 12 650 000 теңге. Алдыңғы жетекті, жалпы жақсы жағдайда. Toyota Corolla титанды дисктері, ақ түсті. Көліктің іші матадан жасалған. 2007 жылғы 151 000 км жүрген. Қозғаушы көлемі 1.6 автомат, бағасы 4 650 000 теңге. Алдыңғы жетекті, седан шанағында. Kia Rio ақ түсті. Қалпақ кигізілген бетіне. Жалпы көліктің іші матадан жасалған. 2013 жылғы 172 000 км жүрген. Қозғаушы көлемі 1.6. Механикада бағасы 3 900 000 теңге. Алдыңғы жетекті, седан шанағында. Lada Granta ақ түсті. Бетіне қалпақтар кигізілген. Көліктің іші матадан жасалған. 2020 жылғы 11 200 км жүрген екен. Қозғаушы көлемі 1.6 механика, бағасы 4 100 000. Яғни мынау 2020 жылғы 11 000, яқта 8 600 км жүрген. Абайдың 175 жылдығына. Мынау 4 100 000, мынау 4 000 теңге тұрады. Келесі бізде Hyundai Tucson жаңа соңғы шанағында титанды дисктер. Жалпы іші матадан жасалған көліктің. 2019 жылғы көлік 30 500 км жүрген екен. Қозғаушы көлемі 2.0 автомат, бағасы 10 800 000 теңге. Толық жетекті кроссовер 10 800 000-ға. Қателеспесем, жаңасын алуға болады 10 800 000-ге. Достар, осымен шығарылымымыз тәмамына жетті. Егер шығарылым ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.